Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен майсоқтың рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады әрі тез дайындалады. Ниетті видеомды соңына дейін қарап, лайк басып барнама тіркеп кетіңіздер. Ең алдымен тарыны тазалап алатын боламыз, одан соң үстіне су құйып жуамыз. Осылай жуып, суынан тазартамыз. Отқа қойып, үстіне сүт және сары майды қосып араластырамыз. Дәміне қарай құмшекер қосып, бетін жауып пісіреміз. Арасында осылай бетін ашып, араластырып тұрамыз. Осылай сүті тарылып, толықтай пісу керек. Осымен біздің майсогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, әрі оңай дайындалады. Ниетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған ұсылы видеомды лайк басып барнама тіркеп кетіңіздер.